Екеймен осылай екі жағын ұзартып, ортасын қысқартып тоқып шықтым. Міне бізде ортасында екі петля қалды. Осындай маркер ортасында қалды. Енді мен мына жерде 3 қатар тоқыдым. Соңғы нені 3 қатар тоқып шығамыз да, келесі жақ бетіне қарасаңыздар, міне 3 теріс қатар болып тұр. Енді осы жақ бетінен жалғастырамыз біздер, мінекей. Мына жақ бетінен жалғастырамыз. Жалғастырғанда мына жерде бізде 3 оң қатар болды. Енді бір теріс қатар тоқып шығамыз. Яғни осы жақ бетінен жалғастырып аламыз. Яғни осы жерден бір қатар осылайынан теріс тоқып шығамыз. Яғни кромочныйды алып аламыз. Осы жерден барлығын бір теріс тоқып шығамыз. Ұзыннан бір қатар теріс. Теріс бізде теріс тоқылып жатыр. Осылайша ұзыннан былай теріс тоқи береміз да. Енді мына жерде мына екі маркердің ортасындағы ұзын оң петлялар бар ғой, екі петля, соны өзін екеуін оң тоқимыз да, ары қарата теріс тоқып кетеміз соңына дейін. Енді қараймыз, мінекей, маркерге келдім. Маркерді былай өткіземіз. Енді мына біздер теріс тоқып жатырмыз ғой, мына маркерден кейінгі екі петляны узор бойынша оң тоқимыз. Маркерді өткіземіз. Енді ары қарата жалғастырып теріс тоқып кетеміз. Теріс тоқи береміз осылайша. Соңына дейін өзіміз теріс тоқи береміз. Мінекей, біздер бір қатар теріс тоқып шықтық. Енді мына жібімізді қиып аламыз, біздер біріктіретін боламыз, мынаны тігетін боламыз. Ол үшін былай өлшеп жобасын. Тоқымымыздың басынан аяғына дейін өлшейміз. Осылай. Және кері тағы да аламыз. Кері тағы да аламыз. Аяғына дейін, соңына дейін. Және осыны сәл кішкене ұзартып алып, осы жерден біздер жібімізді қиып алатын боламыз. Және бізге осындай көзі үлкендеу ине қажет болады. Осыны өткізіп аламыз да. Жіпті өткізіп алып, қазір тігетін боламыз. Енді сіздермен бірге тігейік. Біздер мына ортасында тұрған екі петля бар ғой, мына екі маркер. Соның қақ ортасынан осылай өткізіп аламыз. Осылай теңдей болу керек та, екі жақта бізде. Енді менің жібім бергі жағында, өзім жақта тұр. Бергі жағында тұруы да мүмкін, немесе арғы жағында да тұруы да мүмкін жіп деген. Егер бер жағынан біткен болса, біз мына петлядан бастап кіргізіп тігетін боламыз. Ал арғы жағынан, жіп арғы жағынан болатын болса, онда былай тігетін боламыз. Ал енді тігісімізді бастайық. Міне, жіп бер жағында тұр, және мына жақтан бастап тігетін боламыз. Егер сізде жіп мына жағында тұрса, онда мына жақтан бастап тігетін боласыз. Енді мына жақта тұрған петляның бірінші петлясынан дәл осылай, міне, қапталдан қарағанда дәл осылай сыртынан кіргізіп аламыз. Дәл осыны ұзыннан тартып шығарамыз. Мінекей, мына жіп бізде шықты. Енді мына жіпті ішінен, ішкі жағынан сыртқы жағына кіргіземіз. Және шығарып аламыз. Тартып аламыз. Бізде мына жіп шықты. Мына жақта мына жіп. Енді мына жақтағы жіпті шығаратын боламыз. Мына петлядан шығарып алған жібіміз бар ғой, ілмегіміз. Соның ортасынан үстінен аламыз. Мынаның ішінен сыртына қарай өткіземіз. Ар жағына. Шығарып аламыз да. Енді осылай жібімізді тартып аламыз.
осылай кішкене тартып жібереміз. Енді жаңағы мына жақтағы ілмектен алған жібіміз. Енді мына жақтағы алған жібіміздің ілмегінен бір мынаның үстінен мынаның ішінен сыртына қарай осылай шығарамыз. Мынаны шығарып жібереміз. Енді келесісі, мына жерде тұрған екі петля тұр. Мынадан шыққан петля бізде. Соның үстінен аламыз бір қабырғасынан, және мына жақта тұрған иненің ішінен сыртқа қарай шығаратын боламыз. Дәл асықпай видеоны қайта мұқият қарап отырсаңыз, түсініп алатын боласыз. Қазір бізде оң узор шығатын болады. Енді мінекей, мына астында тұрған ілмектің үстінен аласыздар, мына жақтың ішінен сыртынан аласыздар. Міне бізде дәл осындай шов пайда болады. Көрдіңіздер ме? Тегіс шов. Келесісі мына петля. Мына петлядан осылай аламыз. Асықпай мұқият қарап отырыңыздар. Келесісі көрініп тұр, міне астындағы екі петля. Осыдан мына ішкі жағынан сыртқы жағына өткіземіз инені. Мінекей. Енді келесісі мынадан ішінен сыртына қарай. Келесі астындағы петля, мынау. Тоже ішкі жағынан сыртқы жағына қарай. Мына петляның дәл осылай аламыз. Енді астында тұрған, мына жерде біреу тұрады, одан кейін екі петля тұрады. Осыдан үстінен ішіне астына өткіземіз, мынадан астынан үстіне өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Осылай шығады. Тартамыз жібімізді. Енді мына жақтағы петля, мынау. Осыдан дәл осылай өткіземіз. Өзі бағыты, петлялардың өзінің бағытына қарай өткізетін боламыз. Яғни, үстінде тұрған петлядан мынаның былай емес, былай. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай өткіземіз. Сонда міне бізде байқап отырсаңыздар, әп-әдемі теп-тегіс оң петлялар шығып жатыр. Шов. Трикотажный шов деп айтады бұны. Көрініп тұрады өзі. Жаймен қайта видеоны қарап, бір-екі рет тоқып, шов жасап көрсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Түсінетін боласыздар. Енді басында түсіну қиын болады. Әркімге енді әртүрлі. Білетіндер сірә осылай шовпен тіге беретін болады. Осындай бізде теп-тегіс шоп пайда болу керек қой, осындай. Сонда сіздердің нелеріңіз дұрыс тігіліп жатыр деген сөз. Ал егер қисық немесе теріс шоп болатын болса, онда қайтадан жайлап инелеріңізді жіптеріне өткізіп алып, қайтадан басынан бастап тігіп көрсеңіздер болады. Мұқият
видеоны асықпай мұқият қарап отырамыз. Жақсылап көрініп жатырған шығар. Мінекей. Өзі көрініп тұрады, ең соңында мына 2 петля тұрады ғой, соның бір жағынан мына жақ қабырғасынан, мына жақ уже тоқылды ғой, мына жақ қабырғасынан мынаның ішкісіне осылайынан өткізіп жібереміз тіке. Енді астын қараңыздар, асты да көрініп тұр міне. Асты да көрініп тұр міне. Көрдіңіздер ме? Соның үстінен мынаны былай өткіземіз. Теп-тегіс оң петлялар шығып жатыр. Көрдіңіздер ғой, да? Жақсылап мұқият қараймыз. Сіздер асықпай түсініп алсын деп, мен кішкене көптеу қылып, ұзақтау қылып, сіздермен бірге тігіп жатырмын. Түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарата енді соңына дейін өзіміз тіге берейік. Соңына келгенде көрсетермін қазір. Көрдіңіздер ме? Осындай тегіс шов шығу керек сіздерде. Так, міне біздер инемізде соңғы петлялар қалды. Осыны көрсетейін енді. Онда кәдімгідей алдыңғы тоқып жатқандағымыздай тоқи беретін боламыз. Мінекей, мынадан алып тастаймыз. Мынаны былай. Мына жақта петляны алып тастаймыз. Соңғы 2 петля қалды. Яғни, міне, мынадан. Мынау енді бізде оң петля. Оң петля, оны біздер мына былай алып жатыр едік қой. Енді мына жақта петляны осылай аламыз. Мына кетті. Мына жерде тұр. Мына жақта петляны осылай аламыз. Ана былай алдық та, былай емес, енді міне былай аламыз. Болды. Бізде осындай теп-тегіс әп-әдемі шов шығатын болады. Ешқандай да білінбейді. Мына тоқылғандармен бір-бірдей болып шықты. Мына енді төбесіндегі кішкене тартып жібереміз да. Мынадан былай бір-екі рет өткізіп, мынау енді біздің тоқымамыздың, так, осы жақ бетінде оң жақ беті қылсаңыздар да болады. Мына жақ бетінде оң жақ беті қылсаңыздар болады. Бізде негізі оң жағы осы жақ болу керек. Өйткені мына 2 не қарап тұр. Яғни соңғы 2 петля осылай болып тұр. Мінекей біздер біріктіріп болдық. Осындай шықты. Енді біздер мынадан былай бауын тоқитын боламыз. Енді мен тоқыманың оң жақ беті қылып, маған осы жақ беті ұнап тұр. Осы жақ бетін ала берейін деп тұрмын. Енді қараймыз. Енді мына астындағы, мына жақ бетіне, артындағы бетіне бау тоқитын боламыз. Яғни бау тоққанда осылай әдемі қылып резинка, бірде-бір резинка тоқимыз, және мына 2 шетіне бау тоқитын боламыз. Бізді әрбір кромочный петлядан ең алғаш жігімізді крючоктың көмегімен өткізіп алсақ, өте тез оңай өткізілетін болады. Мінекей. Және енді осыны ілмекке ілеміз да, ары қарата
мынаны қазір жасырып кетеміз. Мына екі кромочный петляның екі қабырғасынан бірде аламыз да, былай және былай. Кішкене ыңғайсыздау болады, бірақ кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Яғни екі кромочныйдың екі қабырғасынан алып, осыны осылай өткізе берсеңіздер, тез өткізіліп шығатын болады. Мына петлялар инеде тұра беретін болады, ілмектер. Әрбір кромочныйдан жеке-жеке өткізіп шығайық. Соңына дейін барлық кромочныйдан өткізіп шығуымыз керекпіз. Осылай петлялар теріп шығарамыз. Міне, осындай ілмектер ілініп жатыр бізде. Біздер барлық кромочныйлардан бір-бір ілмектер іліп алдық. Енді тоқымамызды бұрамыз да, осыдан былай қарай бірде-бір резинка тоқитын боламыз. Яғни қазір бірінші петляны шешіп алайық, кромочный петля. Одан кейін теріс, бір теріс, бір оң петля. Бір теріс, бір оң петля. Бір теріс, бір оң петля. Теріс, оң, теріс, оң, теріс. Осылайша соңына дейін бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс тоқып шығамыз. Қатардың соңына келдім. Так, оң тоқыдым, теріс тоқиым. Енді мына кромочный теріс тоқиым. Енді біздер бірден мына соңғы петля бар ғой. Мына ілмектер осы жерде тұра береді. Қазір кері айналғанда тоқитын боламыз. Мына петляны жайлап аламыз да, осы жерден былай қойып қояйық. Біздер жобамен 40 петля тереміз. Яғни воздушный петля 35-40 петля терсек болады бізде. Штук номерлі бізде крючок. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40 петля болды. 40 петля тердім. Енді бір петля көтереміз да. Енді мынадан былай без накид, яғни жағы біріктіру арқылы өткізетін боламыз. Осылай мінекей. Екеуінен қатар тоқитын боламыз. Осындай бізде бау болады, пайда болады. Бізде осындай баулар пайда болып жатыр. Осылай не? Шетінен өткізе қоямыз. Дәл осыны соңына дейін, мына жерге дейін тоқып шығамыз. Біздер мына жағына осылай шнур тоқып алдық та, бау тоқып алдық. Енді мына жіппен, бізде қалған жіппен мынадан былай екінші жағына қарай өтіп, жауып мына петляларды жабамыз да, екінші жағын бауын тоқитын боламыз. Ол үшін мына ұзын жіпті аламыз, крючокпен жабатын боламыз. Мына петлядан былай крючокты өткізіп аламыз да, осы жерден былай екі петлядан өткіземіз. Міне. Келесісінде дәл солай. Яғни осылай жабып отыратын боламыз. Неге бізде жабылып жатыр. Осыны осылай тоқып отырып жауып отыратын боламыз мына жіппен. Бізде осылай жабылып жатыр тоқымамыз. Соңына дейін өзіміз дәл осылай жауып шығамыз. Мінекей біздер жауып шықтық. Соңғы петля қалды. Соңғы петляны да жауып аламыз. Енді осы жерден екінші жақтың бауын тоқитын боламыз. Яғни 40 бос ілмек теріп аламыз.
Енді бір петля көтереміз да, ары қарата біріктіру арқылы тоқып шығамыз. Яғни мына екі петлядан қатар шығаратын боламыз. Осылайша тоқи берейік өзіміз. Так, мінекей, мен енді мына жерден біреуін тоқып жіберем, бекіту үшін, жақсылап бекіту мақсатында. Мінекей. Мына жерден де осылай жүктерді тоқып жіберсек болады. Міне. Бізде жұмыр пайда болды. Енді осы жерден ұзындау қылып осылай қиып аламыз. Жайымызды өткізіп. Енді мына екеуін бір байлау жібереміз да. Осылап бір байлау жіберіп, мына петлялардың арасынан өткізіп тастасақ болады. Мінекей, мен шапкамды тоқып болдым, аяқтадым. Соңын барлығын. Осындай бізде сүйкімді эльф шапкасы пайда болды. Видео сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын, және түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге коммент бөліміне жазып кетіңіздер. Мінекей, осындай бізде шапка пайда болды. Жиектері мынау. Осылай қойып қойсақ болады. Менімен бірге соңына дейін тоқып шыққандарыңызға рахмет.